Бала қауіпсіздігі, қоғам келешегі. Құрметті ата-ана. Балаңыздың қауіпсіздігін алдын алу үшін баламен ашық диалог құрып, үнемі байланыста болыңыз. Қателіктер үшін жазаламай, кез келген жағдайда жанынан табылып көмектесуге дайын екеніңізді көрсетіңіз. Баламен тек қана сөйлесу ғана емес, сенім атмосферасын құруда маңызды. Сонда ғана бала өз мәселелері мен уайымдарын бөлісуге қорықпайды. Сіз үшін ол мәселе болмашы боп көрінгенмен, бала үшін үлкен мәселе болуы мүмкін. Балаңыздың көңілі түскенін, тұйықталғанын, мазасызданғанын байқасаңыз, бірден жауап бергенін талап етпеңіз. Жұмсақ және баппен сұраңыз. Кейде балалар өз сезімдерін айту үшін уақытты талап етеді. Мысалы, күнің қалай өтті? Мектепте қандай қызықтар болды? Достарыңмен не әңгімелестің? Деп сұраңыз. Бұл қарапайым сұрақтар әңгіменің басталуына көмегін тигізеді.